Кеңесхан Білімбек. Алло. Алло. Естілмей қалды. Алло, Кеңесхан Білімбек. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Бұл Алмасбек деген қазақ сізге звондап жатқан, Садырбаев. Білемін. Бәрекелді. Сіздің есіміңіз Кеңесхан ғой, иә? Или есіміңіз Білімбек па? Есімім Білімбек. Фамилиям ғой Кеңесхан. Білімбек мырза, сіз біздің жағы Қазақстанда жағы оқу орталығымыздың тұңғыш оқып бітірген адамдардың бірісіз. Сондықтан сізді өзім звондап құттықтайын деп звондап жатырмын. Бізге сенгеніңізге рахмет. Осы оқуды бітіргеніңізбен құттықтаймын. Сізге жемісті болсын, жеңісті болсын, абыройлы болсын. Бай болыңыз осы кәсіп арқылы. Бірге жұмыс жасайық. Бірге жұмыс жасаймыз ба? Жасаймыз. Ой, бәрекелді. Ал енді оқу қалай болды? Сол жөнінде айтып беріңізші. Оқу сол жақсы өтті. Видеомен бәрі түсінікті екен. Иә. Тестілер орындап. Экзамен сұрақтарымыз, тестларымыз қиын, қатты ауыр болмады ма? Жоқ, мен оларды видео көрген кезде сұрақтарын жазып былай. Конспект жасап отырдыңыз ғой, иә? Иә, конспект жасап. Бәрекелді. Білімбек, сіз Павлодардан Екібастұз қаласынан, Екібастұзда, по-моему, маңайында ауыл, ел көп мал ұстаған, солай емес па? Иә, көп. Онда Алла бұйыртса бірге жұмыс жасаймыз. Жақсы ма? Келістік па? Жақсы. Ал, құтты болсын. Қараңыз, енді 2-3 күнде мен сіздерге жағы видео связь арқылы шығамыз. Біз сіздерге жағана инструментті қалай беріп жібереміз, жаңа ұрықты қалай, сол жөнінде, одан кейін сасу дюара қайдан қалай алуға болады, сол жөнінде сіздерге ақыл кеңестерімізді айтып, бұйырса жұмысымызды бастаймыз. Келістік па? Келістік. Все, бәрекелді. Рахмет, құтты болсын тағы да.